Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздің турымыздың екінші күні автотур. Cherry Subaru көліктерімен мына қазір ғана ұйқыдан тұрып, сіздерге бірден істеп желіге шығайын деген ниетім болып тұр. Әдемі қондық, таудың бөктерінде су қоймасына қарап жатып, біз ойлағаннан да қызық болып жатыр деп айтсам артық етпес. Достарымның барлығы мені қолдайды деген ойдамын. Жалпы бүгінгі күн кешегіден де қызық болады деп сенеміз, өйткені әрі қарай біз қазір ең бару керек нүктелеріміздің ең алыс жеріне келдік. Тоқтап, қонып, мына лагерде оянып, енді әрі қарай қайтадан Алматыға қарай жол саламыз. Бірақ жай ғана Алматыға бара салмай, жолдан Есік көліне кіріп, жолдардың барлығында тест-драйвты одан әрі жалғастырып, сөйтіп Алматыға қарай қайтадан бет ұстайтын боламыз. Өзіміздің жалпы сұрағымыз келеді, өйстіп жинамай, өзіміз демалатын жерлерді таза ұстайық, экологияға мән берейік деп міне бізге Виктордың братандары көмектесіп жатыр. Ол барлығын біз дұрыс емес деген нәрселерді қадағалап, мынаны бүйтіңдер, мынаны сөйтіңдер деп айда сұрасың. Иә, мусорды тастамаңыздар, өздеріңіз алып кетіңіздер. Біздің табиғат енді өте жақсы, әдемі ғой, бірақ соны ластамайық. Вот, сол үшін ластамай, жинап, өздерінің арттарында тазалап жүріңдер. Cherry Tiggo 7 Pro. Бұмен Нихауармен фаза айдап келді. Екеміз очередпен айдадық. Басында біз 8 Pro'ны айдадық көктіше. Одан кейін осыған жарты жылдан кейін осыған ауыстық. Қаланың ішінде өте жақсы, бір жағынан тиімді. Одан кейін мына свет ұнады маған, короче, осы свет именно. Түсіндіңіз ба? Және де мынау алдыңғы передний привод қой, по-моему, да? Бұл алдыңғы. Соған қарамастан прям тау тастардан сулардың барлығынан өттік. Іші, салоны, прям комфорт барлығы керемет. 8 Pro'ның объемы, көлемі үлкен, мынадан қарағанда ол қалада бүйтіп жүріп келе жатқан кезде сезілді ма, сезілген жоқ па? Оның көлемі үлкен, мынаның көлемі кіші екен. Сезілді ма? Өйткені мынаның қанша объем? Біз жаңа айдаған көктікі, көк Cherry'дікі. 1.6, по-моему? Жоқ, 2 турбо. 2 турбо, бәсе. Мынау 1.5, да, по-моему? 1.5 турбо, Мынандай көлікті кімдерге алуға кеңес бересің? Қандай условияларда айдауға кеңес бересің? Бұндай көлікті мен өзім енді таза қаланың ішінде бір жағынан енді джип мінем деп армандайтын адамдарға бір жағынан бағасы тиімді, бір жағынан кәдімгі джипті еще объем аз. Короче, көп ақша кетпейді, расход аз ғой, короче айтқанда. Налогі да аз деп қой. Налогі да аз, расходы да аз. Бірақ жеңіл желпі мынандай қыдыруға баратын жерлерге емін-еркін апарады, Емін-еркін апарады. Тау тас қарап отқан жоқ. Өзіңіз көріп тұрсыз, осы Алмарасанның төбесіне дейін жеттік. Сөзін ашығына енді. Біз осылайынан қазір барлығымен ауысып көріп, ешкім шетте қалмасын, ешкім ренжіп қалмасын деп, осылайынан әрбір нүктеге келіп тоқтаған кезде ауысып, көліктерді тесттен өткізіп көріп жатырмыз. Және де осындай керемет пейзажмен демалып, осындай таза ауа жұтып жатқан жайымыз бар. Майкарға, Cherry'ға және Subaru'ға рахмет. Андай судан өтіп қой, короче. Қатты басып па, кинодағы тайманда өреден қашып келе жатқан сияқты. По-моему, осының алдында, либо осыдан кейін шығады ол видео. Көріңіздер, дерсің. Обязательно. Қалай намайсың? Намайсың. Қазір енді ауысайық деп жатыр ана қызылда жүрген көліктегілер. Ауыспайынша. Ауыспайынша? Мен ауыспаймын. Өйткені мен әлі зерттеудемін. Есентай 8 Pro Max айдап келе жатыр. Ең енді жирная комплектация. Не, по идее, мен не ожидал вообще. Не ожидал в целом комплектации, функциялары маған қатты ұнады бар ғой. Кондермен, кнопкалар барлығы удобный екен. Андай лишний артық кнопкалар жоқ. Барлығы пайдалы. Дизайны, интерьері бәрі әдемі. Короче, маған мен көргім келетін түн жай бар ғой. Дальний қосып қаласың ғой. Қарамарсың, машина айтқанда өзі өшіп қалады. Білесің ба? Дальний ма? Сол функция тексергім келіп тұр. Ослепление болмай ма көзіне? Типа, мысалы сен өзің кетірасың ғой, дальнен қосасың, машинаға келсе өзің өшесің, қайтып қосасың ғой. Мына өзі автоматически, короче. Машинаға келгенде датчик көреді де, өзі өшіп қалады, потом қараңғы қойғанда қайтып жанады. Автомат түрде? Автомат түрде. Дисплей қосылған екен, үлкен дүйімді. Соны жаңа дальний датчигін тексерген жерім ғой. Сол мынаны күнді алып тұр. Вот қазір бүйтіп деп алса. Әзілдер бар. Все, жақсы. Енді ауыспаймын дейсің ғой, бәрі ауысып жатыр. Осы маған қатты ұнады.
И тарту жағынан, кстати. Мен мына режимдармен қатты қолдандым. Включен грязевый режим. Грунт режим, Включен зимний режим. снег, комфорт, эко 4-4. Жаңа мен осымен өттім бар ғой, осымен жүрмін тауда. И прикольненько. Бұл машинеде багажник, яғни жүк салғышы 2000 литрден көп. И жаңа мен трассаға жатқанда қауіпсіздік көмекшілері өте көп. Андай датчиктар разные. Емда предупреждение болады. Мысалы сен келе жатасың ғой, қауіпсіз жерде. Сонда айтады саған, осторожно, смотрите за айналана қара деген сияқты предупреждение болады. В целом трассаға и по городу жүруге өте безопасный, комфортный машина. Вот. И мына вентиляторын айтайыншы мына жердегі. Мына вентиляторын қараңдар. Мынаны бассын. Қосайын. Не. Осылай қосуға болады. Ал енді достар, мен қазір тамақ ішем. Сосын басқа локацияға барамыз. Палатты құрамыз, демаламыз. Міне қараңыздар, жетімен мен жүрген кезде 8 Pro мен дәл осы көлікпен аза фазалар жүрді. Мына көліктің артынан балшықтарынан прям жақсылап тұрып айдаған секілдісіңдер ғой аза. Жақсы тест-драйв болды. Тест-драйв жақсы болды ма? Маған жер маған ұлжане қаласа. Жақсы тест-драйв болды. Бұған 8 Pro-ның маған ұнаған ең жақсы қасиеттен бірі удержание полоса, яғни тепе-тең ұстап қалады. Полосаны ұстап қалу, иә. Және шеттен шығып бара жатсаң да оған да ескерту болады. Ескертеді? Сосын автохолд бар қалай? Не, автохолд. Автохолд бар. Тоқтап қалатын ба? Иә. Светофорларда өзі автоматика өсіп шығып, сол да маған қатты ұнайды. Өйткені машинаның бензин экономия жасайсың, бір жағынан машинаң өсіп қайтадан автоматически де заманауи, сонысы жақсы екен. Автохолд қолданатындарыңыз болса, осы жерде пікір қалдырсаңыздар болады. Міне аза ұнады деп тұр, яғни светофорға келген кезде газды жібере саласың, тормозды жібере саласың, өзі тоқтап тұрады, сосын газ басқан кезде көлік жүріп кетеді. Сол. Тағы да несі ұнады? Ата комфорт жақсы, жүрісі жақсы. Маған шереге олай көңілім толмайды, бірақ енді отырып көргеннен кейін, айдап көргеннен кейін қызығырақ. Көңілің неден толмайтын еді шереға? Шере қытайлық сапа болғаннан кейін көңілім толмайды. Қытайлықтар енді қазір жақсы сапа жасап отыр, сондықтан шере жақсы. Жалпы андай стереотиптен қытайлық дегеннен кейін кішкене көңіл толмай. Бізде андай қазақта қалыптасып қалған Қытай деген кеш. Иә. Басқа көзқарас. Ата Қытай қазір басқамысы мен көзқарасты өзгертіп жатыр. Шере мысалы айдап көргеннен кейін кәдімгі ешқандай жақсы. Айтып тұрмын, удержание полоса бар, жаңағы автохолд жақсы, бәрі өзгеріс қой, оның бәрі. Енді қазір келесі енді жоспарда қандай көлікке отыру? Білмеймін, мына жерде Subaru жұмыс, Subaru отыру керек. Subaru'да отырамыз иншалла. шынымен кеткенім шарықта жас балаша тұрмын бәле шалықта. Құрметті достар, міне біз тест-драйвта жүргенімізге 2 күн болды. 2 күннің ішінде көліктер жайлы біраз нәрсені біліп жатырмыз. Көліктер өздерін өте жақсы көрсетуде. Неге десеңіздер, біз оларды тегіс асфальт жолдарымен жылдамдықтарын да тексердік. Одан бөлек таулы тастардан да жүріп өттік. Тіпті клиренстері батып кететіндей суды да кешіп өттік. Ризамын, көліктер өздерін өте жақсы көрсетуде. Одан бөлек біз кешегі күні кешке қарай қызықты викторина ойнаған болатынбыз. Блогерларымызға сұрақтарымыз бар еді, арнайы дайындаған осы Chery және де Subaru брендтері туралы көбісі әдемі жауап беріп, кейбіреулері білмеген ақпараттарын біле бастады. Сол себепті әттең қараңғы батып кеткеніне байланысты біз сіздерге түсіре алмай қалдық. Бірақ та қандай сұрақтар екені іштеріңізді кернеп бара жатса, біз сол сұрақтарды сіздерге де қоямыз деп шештік. Дәл қазір біз қалаға жеткеннен кейін блогерларға арналған сыйлықтарымыз бар, және де сіздерге де дәл сондай сыйлықтарды дайындап қойдық. Ендеше экранға жақын отырыңыздар. Сіздерге арналған 3 сұрақ. Google'ды қарау жоғынан. Ендеше бірінші сұрақ. Майкар қосымшасында көптеген пайдалы функциялар бар екенін білесіздер ғой, Енді соның ішінде сізге дейінгі көліктің қанша есі болғанын, қалай көруге болатынын білесіз бе? Ендеше екінші сұрақ. Subaru'дың эмблемасында 6 жұлдыз бар екенін білеміз. Неліктен 6 жұлдыз? Арттағы орындықтары бүктелген кезде Chery Tiggo 8 Pro'ның жүк салғышының максималды көлемі қанша? Сіздер әзірге ойлана беріңіздер, ал біз қалаға қарай жол тарттық. Кеттік. Ағайын, Subaru мен кішігін таныстырып кетейік. Бұл Subaru, 4 дөңгелегіде жұмыс жасайды. Және де қарлы жерлерге барсаңыздар,
либо андай тау таш жерлерге барсаңыздар төмен қарай түссеңіздер бір қалыпты, яғни скоростьті сақтап тұратынның өзінің режимі бар. Одан бөлек шоу дит деген режим бар, ол қардағы, короче. Либо қатты қалың қар болатын болса, шоу қандай еді? Шоу муд. Ал қалың қарларда шоу муд деген режим бар, соны қосып қойсаңыздар, любой қардан өтеді ғой. Одан бөлек мінекей круз контроль бар екен, полоса ұстайтын режим, дистанция ұстайтын режимдар, мультироли полный. В общем, кондер, музыка, жүрісі, яма, пьяма, вообще прям сезіп атқан жоқпыз, прям кайфуем ғой, короче, ағайын. Аза бір екі сөз, бағаны бір айдық бәтсің. Өте кайф, Subaru дейтін негізі японский сапар, мощный деген ұнады, жүрісі кайф. Я, артқа үш адам міне смело сияды екен. Кайф, багажнигі да кең. Алдында да бір адам смело сияды. В общем, качественно жасаған ғой. Енді түрме мән бермеңдер, бас тау тастардан келатыр екен, охотаның балдары вообще. Онлайн дилердің осындай бізге керемет трипті, яғни автотурды ұйымдастырып бергеніне алғыс білдіреміз. Біздің турымыз осылай соңына жетіп жатыр. Міне біз дәл қазіргі сәтте қалай тап-таза қылып көліктерді алып кеттік, енді осындай қылып алып кеп беріп тұрмыз. Енді әрине ол жол қызық болды, өте қызық болды, барлығына ұнады деген ойдамын, не? Тез-тез кімге қай машина ұнады? Subaru. Subaru. Cherry Pro Max. Cherry Pro Max. Cherry Pro Max. Subaru. Pro Max. Pro Max. Subaru ұнады. Subaru. Subaru. Cherry Pro Max. Pro Max. Pro Max. Pro Max. Subaru. Короче, қорытындысын өздерің шешіп алыңдар. Pro Max, Pro и Subaru болды бізге. Cherry мен Subaruға алғысымызды білдіріп, онлайн дилерден тапсырыс беруді ұмытпаңыздар деп сіздерге ескертіп, бүгінгі шығарылымды аяқтағымыз келеді. Все, рахмет. Енді сендерге арналған ең белсенді деген адамдарға біздің сыйлықтарымыз бар екен. Ой, өтіп кеткенші. Айқайладым, қатты айқайладым, бұрдан маған берді. Мен жүргізуші болдым мафияда. Мен бәріне шыдадым. Мен екі рет жоқ мен. Все, ладно, берсін. Ой, рахмет. Шакеш. Ой, рахмет үлкен. Енді келесі кездескенше деп қоштасамыз. Рахмет үлкен.